Елдегі экологиялық ахуалды жақсарту мақсатында Таза Қазақстан акциясы басталған болатын. Осы аптада тазалық іс-шарасы аяқталады. Әбілқас Сахынов атындағы Қарағанды техникалық университетінің аумағында 300 ағаш отырғызылуда. Көшеттерді ферроқорытпа өндірісін жүзеге асыратын инновациялық кәсіпорын сыйға тартты. Биыл нанотехнология және металлургия кафедрасына 70 жыл толып отыр. Осы орайда білім мекемесінің серіктесі 300 көшет сыйға тартты. Оқытушылар, білім алушылар, қызметкерлер бірігіп, кампус аумағы маңайына отырғызып жатыр. Оқу ордасындағы салтанатты шара аясында әнде айтылып, шағын концерт ұйымдастырылды. Хочу выразить огромную благодарность. Осындай сый үшін компанияға алғыс білдіреміз. Міне бүгін осы 300 көшетті отырғызамыз. Бұл акция біздің қоғамға және қаламызға, қоршаған ортаға пайдалы. Кәсіпорынмен тығыз ынтымақтастық нәтижесінде жоғары технологиялық көрсеткіштерге қол жеткізіп келеміз. Бірлескен түрлі ғылыми жобалар жүзеге асырылуда. Азия Ферроаллойс жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бірнеше жыл оқу ордамен бірлесіп қызмет атқарып келеді. Бірлескен ынтымақтастық нәтижесінде өндірістің жоғары технологиялық көрсеткіштеріне қол жеткізген. Түлектерді жұмыспен қамту, оқу процесін өткізу барысында экскурсиялар, өндірістік және дипломалы тәжірибелер өткізу, мекеме жұмысымен танысу және тағы басқа жұмыстар оң нәтиже көрсетіп келеді. Сегодняшнее событие посвящается 70-летию кафедры нанотехнологии и металлургии. Бүгінгі іс-шара нанотехнология және металлургия кафедрасының 70 жылдығына арналған. Біз оқу ордасымен 5 жылға жуық бірлесіп жұмыс атқарып келеміз. Бүгін алғаш рет бірлесіп ағаш көшеттерін отырғызып жатырмыз. Бұған дейін ғылыми іс-шаралар аясында қызмет атқардық. Азия Ферроаллойс жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қара металлургия саласында жемісті қызмет етіп жүрген инновациялық кәсіпорын. Мұнда ферроқорытпа, металды құю өндірісі және өңдеу, агломерациялық өндіріс, сондай-ақ тас көмірді байыту қамтылған. Экологиялық акция қарсаңында осы сынды іс-шаралар ағымдағы апта қорытындыланбақ. Жанел Біржанқызы, Досжан Төлеутай, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.